Армысыздар, қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім 10. Жасампаз жан болудың 3-ші қағидасы фатализм. Таңдап алған бір ісіңіз 100% сенім жоқ іске асып кететіндей, сонда да айналысасың. Сәтті болу да заңды, сәтсіз болу да заңды. Мысалға, Джек Фрискінің Венера жобасы, Илон Масктың космосқа ұшу жобасы 3-ші ретке дейін сәтсіз болған кезде адамдардың бәрі айтқан. Соншама жұмысымыз зая кетті деп қиналғанда Илон Маск айтқан. Сәтсіз болатын мен білгенмін деген. Қалай деген кезде, мен айналыспасам, кім айналысады? Келешек ұрпақ жетілдіріп айналысатын еді ғой деген. Соңында сәтті болды. Сол сияқты Ахметбек Нұрсұлтан мырзаның баулып оқыту жобасы Алматы қаласында сәтті болып, кәсіпкерлер көбейіп, миллиондап табыс тауып, бизнес теория, практика, психология, нейробиология білімдерін зерттеп, оқып, заманауи құралдардың бәрін үйреніп, жарқырап жайнап жүретін жасампаз жанға айналып жатыр. Ал басқа қалаларда, Қазақстанның басқа қалаларында, соның ішінде Маңғыстауда, Ақтауда біздің қаламызда сәтсіз болып жабылып қалды. Болашақта жетілдіріліп, бүкіл Қазақстанда алаш ардақтылары ардақтағандай баулып оқыту жалғасатынына сенімдімін.